Қазақстандықтардың жалақысын көтеретін күн жетті. Мәжілісмендер бизнестің алдына осындай талап қойды. Өйткені барлық тауардың, әсіресе азық-түліктің қымбаттағаны халықтың қалтасына қағып жатыр дейді депутаттар. Тамақтың өзін несиеге алатындар қатары артқан. Раз уж государство помогает бизнесу развиваться, мемлекет экономиканың нақты секторда айтарлықтай көмектесіп келеді. Қыруар қаржы да бөліп жүр. Өйткені қазір екінші деңгейлі банктер тарапынан бизнеске қолдау жоқ. Міне мемлекет бар жағдайды жасап отырған соң, бизнесте қызметкерлеріне оң көзқарас танытуы тиіс. Патриоттық дегенді сөзбен емес, іспен дәлелдеуі керек. Қазір бәрі қымбат болғандықтан қарапайым халықтың жалақысын көтеру керек. Қазақстанда отбасы бюджетінің орташа тапшылығы 35%-ді құрайды екен. Тиыны жетпеген халық сол тапшылықты екінші деңгейлі банктер мен микрокредиттік ұйымдардан несие алып, сонымен жабуға мәжбүр. Әсіресе қарыз күнделікті ішіп жейтін тамаққа көп жұмсалады дейді депутаттар. Миллиардтап алынған қарыздың 60%-і тұтынушылық несиелер. Төменгі палата үкіметке бұл мәселені шешу үшін ұлттық компаниялар басқа елдердің бизнесіне инвестиция салмау керек деп есептейді. Сонда ғана қазақстандық кәсіпкерлер мемлекеттен қаржыны молырақ алып, әлеуметтің әлеуетін жақсаратынына сенімді.